Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге бір істегенде сәтті болып шығатын өте дәмді рулеттің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, каналым одан ары дамуына септігіңіз тигізіңіз. Таза ыдысымызға 2 дана жұмыртқамызды жарып аламыз. Миксердің көмегімен миксерлейміз, араластырамыз, яғни үстінен құмшекерімізді аз-аздан салып отырып араластырамыз. Құмшекерді бірден салып жібермеңіздер, жұмыртқаларыңыз көтерілмей қалады. Дәл осындай пышный болып аппақ болып көтеріледі. Үстінен сұйық майымызды, жылы сүтімізді құямыз. Граммдарын описаниеге қалдырып кетемін. Шанышқының немесе қасықтың көмегімен араластырамыз. Оның үстіне 1 шай қасық қопсытқыш, яғни разрыхлитель қосып араластырып, бұны да бөліп отырып саламыз. Миксермен араластырмаңыздар. Шанышқының немесе қасықтың, яғни лопатканың көмегімен, кондитерлік, соның көмегімен ғана араластырасыздар. Толыққанды жақсы араласқаннан кейін дәл осындай қоюлықта болуы керек. Менің табам 28 диаметрлік. Егер сіздер асел пештің ыдысына жасайтын болсаңыздар, дәл осы тестінің тағы біреуін қосып істейсіздер, яғни 2 рецептпен жасайсыздар. Өйткені асел пештің ыдысы үлкендеу бұдан. Сілкіп-сілкіп, қағып-қағып жібересіздер, бір тегіс болып пісіп шығу үшін. Бір жері қалың, бір жерді жұқа болмайды, осылай ұрып-ұрып жіберсеңіздер. Пісіп тұрған пеште 200 градуста 25 минутта пісіп шығады. 20-25 минутта. Ыстықтай шешіп алып, ыстықтай ораймыз. Суып қалған соң орамайсыздар. Ыстықтай орағасын әдемі оралады. Суып қалған соң ол оралмайды мүлдем. Ыстықтай дәл осылай орап қойып қоясыздар салқындағанша. Салқындады, яғни суыды. Ішін көресіздер осылай басып. Іші де салқындаған болса, ортасына мен малинаның, яғни блендермен езіп алып құмшекер араластырып қойған варенье түрін жағып шықтым. Енді сіздерде не бар? Қалаған вареньелеріңіз болады, любой варенье, яғни бірақ джем түрі, ірі болмау керек, езілген түрі болу керек. Жағып болған соң осылай ораймыз. Мұздатқышқа салып қоямыз 1 сағатқа. Ішіне жаққан вареньеміз сіңуі үшін. Мұздады, енді жайлап кесеміз. Өте дәмді болған, әр оңай рецепт. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, каналымдан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікір қалдырып, үлпілді баса кетсеңіз. Міне көріп тұрғандарыңызда өте дәмді, жұмсақ болып шыққан. Қазірге шанышқымен кесіп көрсетемін, қараңыздар. Тез кесіледі, жұмсақ. Істеп көріңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, каналымдан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, үлпіліңізді басып кетуді ұмытпаңыз.